Бұл сұраққа жауап беру үшін кезіндегі бір философиялық мектептердің арасында таласты еске түсіргім келеді. Түрлі философиялық мектептер түрлі ұғымға анықтама беріп жатады. Мынау мынандай деп өздерінің бір дефиницияларын ұсынады. Сөйтіп бір философиялық мектеп адамға анықтама береді. Екі аяқпен жүретін, үстінде жүні жоқ жануар дейді. Сол кезде келесі бір мектептің философы Диоген деген атты ғалым тауықтың жүнін жұлып алып келеді. Екі аяқпен жүреді, үстінде жүні жоқ, сонда мынау адам ба дейді. Бұл әрекет арқылы ол кісі ана философиялық мектептің анықтамасы дұрыс емес екендігін көрсеткісі келіп тұр. Неге біз анықтамаға соншалықты мән беруіміз керек? Не үшін бұл соншалықты маңызды? Себебі бұл логиканың бірінші заңы. Жалпы біз егер логиканың өзі шуақ сол заңдылығын сақтай білсек қана, біз дұрыс пікірге, орысша айтқанда умозаключениеге келеміз. Ал егер біз бір пікірге келетін болсақ, онда біздің істеген әрекеттеріміз түсінікті, пайдалы, ең бастысы өзімізге жемісті бола бастайды. Тәрбие дегеніміз не? Талай ғалым бұл туралы өзінің ой пікірін білдіріп кетті. Соның бірнешеуімен сіздермен бөлісе кетейін. Мысалға Мағжан Жұмабаев не дейді? Тәрбие кең мағынасында алған кезде қандай да болса бір жан иесін тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз дейді. Содан кейін ары қарай ол адамға қатысты, оның азығы не деген талқылап кетеді. Әл-Фарабиді алатын болсақ, ол кісі не дейді? Тәрбиесіз алынған білім адамзаттың қас жауы дейді. Тәрбие мен білімді қойған кезде тәрбиенің сондай бір маңыздылығын көрсетуге тырысты да. Абайды алып көрейік. Ол кісі не дейді? Бала тәрбиесі басты байлығың, ал кешіксең көретін қайғы мұңың дейді. Бұлар да тәрбиенің маңыздылығын түсіндіруге тырысты. Белинский деген кісінің ойын келтірейік. Тәрбие адам тағдырын шешетін ұлы іс дейді. Кез келген цитата келтіре беруге болады. Сіз менен көп цитата білетін шығарсыз. Бірақ мәселе мынада. Біз тәрбие деген не деген сұраққа жауап беру үшін бұндай цитаталарды жаттап алуымыз жеткіліксіз. Оларды қайталап айтуымыз да жеткіліксіз. Мәселе неде? Мәселе біздің осы тәрбиеге қатысты өзіміздің бір пікіріміздің болмауында. Жалпы қараңызшы, білім беру процесі дегеніміз не? Ол белгілі бір бәрімізге түсінікті, ортақ, объективті білімнен субъективтілікке өту. Яғни, мысалға, күн шығатыны, күн бататындығы белгілі бір сондай заңдылықтары бар. Кез келген ғылым саласын алатын болсақ, жаңағы биологияны алатын болсақ, химияны болсақ, сол элементтердің өзара бір ықпалдасы бар. Педагогиканың да, жаңағы баланың дамуында белгілі бір заңдылықтары бар. Сенситивті кезеңі деген сияқты, жас дағдарыстары деген сияқты. Бірақ осы бір объективті білім бізге қызмет ету үшін бізде бір соған қатысты субъективті пікір болу керек. Объективизм, субъективизмге айналмасын болса, онда біз жай ғана бір заттың көшірмесіміз. Біз кітаптағы анықтамаларды жаттап алып қайталап айтқаннан ештеңе өзгермейді. Мен бұмен не айтқым келіп тұр? Сіз тәрбие тақырыбында, тәрбие саласында осындай кісілердің ой пікірлерімен танысыңыз. Оларды терең түсінуге, түйсінуге уақыт жұмсаңыз. Сөйтіп, өзіңіздің жеке, мүмкіндікті бірегей, мүмкін қайталанатын анықтамаңыз шығарыңыз. Сіз үшін тәрбие деген не? Сізде осы бір анықтама болған кезде ғана бұл сіздің бірінші аялдамаңыз. Бағанағы айтқандай, алдыңғы сабақта айтқандай, қарттар үйіне бармаудың бірінші қадамы. Тәрбие деп сіз нені түсінесіз? Енді мен сіздермен тәрбие деп мен өзім не түсіндім? Осы уақытқа шейін қандай бір субъективті пікірге келдім? Солармен бөлісуге рұқсат етіңіздер. Менің ойымша, жақсы, жаман тәрбие болмайды. Яғни тәрбиенің ондай түрі жоқ. Мағжанның өзі айтады. Тәрбие жақсы, жаман бола алмайды дейді. Тәрбие ол не бар, не жоқ. Содан да бізде қазақтың өзінде жаман тәрбие деп айтпайды. Мына баланың тәрбиесі жаман екен демейді. Бізде тәрбиелі, не тәрбиесіз дейді. Яғни сізде не тәрбие бар, не жоқ деген сөз. Ал енді осы тәрбие дегеніміз не деген қайттан сұрақтың айналасына келетін болсақ, мен сіздерге мынандай бір цитатаны келтіргім келеді. Бұл енді жалпы бір бекітілген анықтамасы да. Тәрбие, жалпы тәлім тәрбие, ол жеке тұлғаның адамдық бейнесін, ұнамды мінез құлқын қалыптастырып, өмірге бейімдеу мақсатында жүргізілетін жүйелі процесс дейді. Бұл жерде біз көңіл аударатын кілтті сөз өмірге бейімдеу. Біз баламызды тәрбиелеу процесінде не істейміз? Оны өмірге бейімдеуге тырысамыз. Бейімдеуге тырысу барысында біз не істейміз? Оны бір қалыптасқан ережелерге бағындыруға тырысамыз. Бұл үйде бүйтуге болмайды. Былай істесең жаман болады. Бөтен адаммен сөйлеспе. Одан сыйлық алма, кәмпитін жеме деген сияқты жаңағы миымызда түрлі ережелер бар біздің. Бала сол ережеге бағыну арқылы өмірге бейімделеді деп ойлаймыз. Содан кейін де біздің тәрбиеміз, баламен жүргізетін қарым-қатынасымыз түсіндіру болып кеткен. Бағана айтқанда нотация оқу.
өзіміз бізге біреу нотация оқыса ұнатпаймыз, бірақ сөйте тұра балаға нотация оқимыз. Қараңызшы, біз балаға бірдеңені түсіндіретін болсақ, мысалға, мынаны былай істеу керек, мынаны былай істеу керек деп. Бізде көп ата-аналар хабарласады да бүйтіп айтады: мен балама қанша айтсам да ұқпайды, қанша түсіндірсем де қабылдамайды дейді. Оның қазақшадан қазақшаға аудармасы проблема менде емес, проблема балада, мынау тупой ма бірдеңке деген әңгіме ғой. А бұндай ситуацияда өскен бала өзін шынымен де бракпын деп өседі, өзін шынымен тупоймын деп өседі. Енді қараңызшы, біз баламызды сол бір ережеге бағындыру арқылы не істеп жатырмыз деп ойлаймыз? Оны өмірге бейімдеп жатырмыз деп ойлаймыз. Біз осылай оны тәрбиелеп жатырмыз деп ойлаймыз. Бірақ өмір өзі бір құбылмалы зат. Осы жерде мен сіздерді бір ұғыммен таныстырғым келеді. Орысша айтқан кезде бұл реверсивное наставничество дейді. Қазақ тілінде кері тәлімгерлік деп алсақ болады. Ол не деген сөз? Ол қарапайым мысалдан бастайтын болсақ, қазір компьютер алайық. Қазіргі өзінше бір қазіргі заманның ажырамас гаджеті. Телефонды алайық. Гаджетті бала жақсырақ біле ме, әлде ата-апа жақсырақ біле ме? Әрине бала, себебі болса гаджеттің заманында туылды. Бағанағы кері тәлімгерлік деген белгілі бір затты кіші ұрпақ үлкен ұрпаққа үйрету. Бағанағы мысалға біздің немерелері ата-апасына телефонды қалай пайдалануды, компьютерді қалай пайдалануды үйретіп отыруы осы кері тәлімгерлік. Бұда тұрған не бар деген мүмкін. Бұны енді ғылыми тұрғыда ашып берейік. Қараңызшы, екі мынандай ұғым бар. Ұрпақ және дәуір. Кезінде қалай болды? Кезінде бір үлкен дәуір болды. Совет өкіметі деген сияқты. Немесе оғанға дейін жаңағы түрлі бір дәуірлер болды. Жаңағы жаугершілік заман деген сияқты. Осы бір дәуірдің ішінде бірнеше ұрпақ өмір сүрді. Және сәйкесінше мына ұрпақтың, алдыңғы ұрпақтың жиған тәжірибесі, білгені, түйгені келесі ұрпақ үшін өзекті болды, маңызды болды. Ол осы ұрпақтан бағанағы заттарды үйрену арқылы ғана тірі қалды. Қалай садақ ату керек, жаңағы қалай соғысу керек, немесе совет өкіметінде қалай жұмысқа тұру керек, қалай сол бір жұмыстан шықпай жұмыс істеу керек, қалай пионер болу керек, комсомол болу керек деген сияқты алдыңғы ұрпақтың білімі мынау үшін өзекті болды. Соның себебінен де бұл дамыды, ары қарай жылжыды. Бірақ қазір не болып жатыр? Заманның өзгерісі, жалпы өзгерістің жылдамдығынан дәуірдің масштабы кішірейіп бара жатыр. Қазір бұрын бір дәуірдің ішінде бірнеше ұрпақ өмір сүретін болса, қазір бір ұрпақ бірнеше дәуір көріп өмір үлгереді. Сіздің өзіңіз мысалға орта жастағы кісі болатын болсаңыз, сіз бірнеше дәуір көріп үлгерген болдыңыз. Совет өкіметінде көрдіңіз, одан кейін қайта құруды көрдіңіз, одан кейін өзінше бір тәуелсіз Қазақстанды көрдіңіз, ғылыми техникалық қазіргі өзгерістерді көріп жатсыз. Мына жақта біреулер Марсқа ұшамыз деп жатыр. Яғни бір адамның ұрпағының ішінде бірнеше дәуір пайда болып кетті. Бұл не деген сөз? Біздің жиған тергеніміз, біздің тәжірибеміз біздің баламызға керек емес. Оның заманында ол өзексіз. Мысалға менің әкемнің қалай зауытта жұмыс істеу керек, қалай бір жерде істеген жерінен сол жерде зейнетке шығу керек деген ілімі маған ол ешқалай өтпейді. Қазіргі еңбек нарығында бір жерде 3 жыл отырсаңыз, сіз отырып қалдыңыз болып саналасыз. Тура сол сияқты біздің қазіргі мынау мамандықтар туралы біліміміз, қалай өмір сүру керек туралы біліміміз балам үшін мүлдем өзексіз болуы мүмкін. Осы кері тәлімгерлік ұғымы бағанағы ережеге бағыну деген философияны бұзады. Сонда біз баламызды шынымен өмірге бейімдеп жатырмыз ба, керісінше оны шектеп жатырмыз ба? Бұл үлкен ойланатын сұрақ болады. Сонымен қатар біз балаға бірдеңкені түсіндіру барысында, яғни нотация оқу барысында бір мынандай ішкі сыртқы құбылыс қалыптасады. Яғни біз баламыздан бір заттан мынаны істеуге болмайды. Үлкендерді сыйлау керек. Оларға жаңағы кішіге ізет көрсету керек. Үлкенді қоғамдық көлікте біреуді көрсең, орнынан тұрып босату керек деген, орнын беру керек деген сияқты заттарды тілмен айтып түсіндіре беретін болсақ, яғни тәрбиеміз тілдің деңгейінен өспейтін болса, түсіндіру деңгейінен өспейтін болса, онда бұл рационалды тәрбие болады. Ал бұндай баланы біз қаншалық тәрбиелі деп айтамыз. Түсінікті болсын, мынандай мысал елестетіп көріңізші. Елестетіңіз. Ғабит деген бала бар, содан Асқар деген бала бар. Екеуінің жасы шамалас. Екеуі қоғам көлікте отыр еді, егде жастағы бір кісі кіріп келді. Екеуі де атып тұрып орын берді. Сырт көзбен қарасаңыз, сыртқы болмысқа қарасаңыз, бұл бір екеуі де тәрбиелі бала сияқты. Дұрыс отбасында, дұрыс өнеге көрген, екеуінің де әке-шешесі дұрыс түсіндірген сияқты. Енді екеуі бағанағыдай неге орын берді, не үшін орнынан тұрды деген терең сұрақ қоятын болсақ, онда екеуі екі түрлі болады. Мысалға дейік, Ғабит орнынан тұрды, неге? Өйткені әке-шешесі оған солай айтып үйреткен. Үлкенді көрсең орныңды тұр, үлкенді көрсең орын бер. Екінші бала өйтіп ойланған жоқ. Ол автоматты түрде орнынан тұрды, неге? Өйткені жай ғана ол отбасында соны көрген болуы мүмкін. Яғни біреуінің әрекеті рационалды, біреуінікі иррационалды болып тұр. Бұл рационалдылықтың қаупі неде? Мына бала, яғни әке-шешесінің түсіндіруімен өскен бала, ода мынандай рационалды ойларда болуы мүмкін. Мына кісі қатты кәрі емес сияқты. Өзінің денсаулығы жақсы сияқты. Мен не үшін бұған орын беруім керек? Негізі басқа бос орындар бар ғой деген сияқты рационалды ойлар бұл тәрбиенің жалғандығын алып келеді. Яғни бір адамның өміріне қатысты әрбір зат, әрбір нәрсе, әрбір ой, әрбір әрекет, әрбір түсінік, әрбір түсіндіру, 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 әрбір түсінд
тура сол сияқты иррационалдылықта бұл ойланбау болуы мүмкін, бірақ бұл шынымен бағанағы тәрбиеліктің өнегесі болып тұр да. Бұл жерде тағы бір танымал ғалым Сухомлинскийдің айтқанымен таныстырайық. Ол кісі айтады, бүгінде дейді балалар адамгершілікпен ойнап кетті дейді. Мы играем в человечность дейді. Мынандай бір мысал келтіреді. Балалар енді гигиена, жеке тазалығын сақтау керек. Қолын, аяғын жуу керек дейді. Бірақ мен байқаймын дейді, балалар қолын ғана жуады. Неге? Өйткені қолын жуған жумағандығы елге көрінеді, сырт көзге білінеді. Аяғын жумайды, неге? Өйткені ол сырт көзге көрінбейді дейді. Бұл жаңа сыртқы ішкі көрініс, яғни рационалдылық негізінде, түсіндірудің негізінде қалыптасқан баланың миындағы картиналар осындай бір белгілі бір деңгейде екі түрлі болуға алып келеді. Тәрбиенің бірізділігін бұза бастайды. Осыны бір қорытындылай келе мен не айтқым келеді? Тәрбие дегеніміз баланы бір ережеге бағындыру емес. Ол бағындыру үшін оған бір заттарды отырып алып рационалды тұрғыда түсіндіру де емес. Бүгіннен бастап сіз тәрбие деген ұғымды, түсіндіруді екеуін бөліп қарайтын болсаңыз, екеуі екі бөлек ұғым деп қарайтын болсаңыз, үлкен жеңістерге жететін боласыз. Я, мен түсінемін, біздің тәрбиемізде, дәстүрімізде бір қалыптасқан ережелер бар, өзгермейтін құндылықтар бар. Олар балаға өз бетімен сіңе береді. Мен өзгермелі заттарды айтып отырмын, және заман өткен сайын сол өзгеретін заттардың үлесі өсіп бара жатқандығында. Сізде заңды сұрақ тууы мүмкін. Егер тәрбие түсіндіру болмайтын болса, сонда мен не істеймін? Тәрбие деген не деген сұрақ тууы мүмкін? Тәрбие түсіндіру емес, тәрбие лекция оқу емес, тәрбие балаңа отырып алып, ненің жақсы, ненің жаман екен, ненің ақ, ненің қара екенін айту емес. Онда не? Бүкіл педагогтардың ойын түйіндейтін болсақ, тәрбие баланы жақсы көре алу, баланы шартсыз қабылдау. Осы екі затты істей алатын болсақ, онда біз шынымен тәрбиені жүзеге асырғандамыз. Әрине бұл тәрбиеге қатысты менің субъективті пікірім, менің позициям. Сіз бұны қабылдайсыз, қабылдамайсыз, өзіңіз шешу керексіз, ересек адам ретінде. Сіз өзіңізді ешкімнің ойымен, пікірімен шектемеңіз. Анау түрлі үлкен ғалымдардың ойымен шектемей жатқанда, тіпті менікімен мүлдем шектемейсіз. Сіздің міндетіңіз осы бір идеяларды өзіңіздікі қылып жасай алу. Өзіңіздің пікіріңізді, өзіңіздің позицияңызды шығару. Ол үшін белгілі бір үлкен жұмыс істеу керек болады. Осы сабақтың тапсырмасын мұқият орындап, келесі сабаққа дайын болыңыз.